Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт Асханасы алтын оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын кепсе дайындайтын боламыз. Мен сіздерге ең оңай әдісімен бөлісетін боламын. Бізге керекті филе орташа көлемде турап алатын боламыз. Сіздер тауық қанаттарынан да жасасаңыздар болады. Өздеріңізге ұнаған түрлі дәмдеуіштерден қоссаңыздар болады. Мен бір қасық тұз, бір қасық қара бұрыш, паприка салдым. Жақсылап тұрып араластырамыз. Тауық етінен дәмдеуіштерде салуды ұмытпаңыздар. Құрамдарын барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді әр кімнің жасау жолы әртүрлі. Үстіне бір стакан сүтімізді құйдық, ұнымызды салып, быламық дайындап алатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Енді керекті ұнымыздың үстіне аз ғана тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды саламызды. Жақсылап тұрып араластырып, дайын болған бұламығымызды барлығын салып, ұнымыздың үстіне салып араластырып алатын боламыз. Осы кезде қазанымызға сұйық майымызды молынан құйып, қатты етіп ысытыңыздар. Ресторандағыдан сатып алғаннан көрі үй жағдайында молынан жасаған өте жақсы. Балаларды сүйіп жейді. Бұл енді кепседен ешкім бас тарта алмайтыны сөзсіз. Біздің тауық етіміз дайын болды. Кепсеміз. Майымызды көріп тұрсыздар, осылай көлемде қайнауы керек. Одан кейін отымыздың асын баяулатамыз. Біздің дәмді, ерекше, қып-қызыл піскен кепсеміз дайын болды. Меруерт Асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.